Сәлем менің жүктім, қалыңыз қалай? Ана мен бала каналына қош келдіңіз. Алдымен тіркеліп, лайк басыңыз. Сізге алдағы уақытта жүктілік және бала күтімі, бала тәрбиесі, бала психологиясы жайында көптеген видеолар салатын боламын. Ал келесі біздің келіп жеткен аптамыз 11-12 апта. Мен сізді алғашқы триместрдің аяқталуымен құттықтаймын. Ең алғашқы симптомдар, өте қиын кезеңдер артта қалды. Егер де сізде ондай қиын кезеңдер айтарлықтай болмаған болса, онда тіптен жақсы. Ал дене бітіміңізде өзгерістер әлі де қатты байқалмайды. Бірақтан ағзаңызда баяғы бас ауруыңыз болса әлі де өз қалпында ұстап тұр. Себебі бұл қалыпты жағдай, ол 14-15 аптаға дейін де баруы мүмкін. Оны өзіңіздің гинеколог дәрігеріңізбен ақылдасыңыз, неліктен олай бас көп ауырып жатыр. Немесе токсикозыңыз әлі де басылмаған болса, 9 реттен көбірек болса, онда тағы да емдік шаралар қолдану керек. Система алу болсын, дәрі беру болсын, сол өзіңіздің учаскелік врачыңызбен ақылдасыңыз, мақұл ма? Кейбір әйелдер осы аптаға дейін жиі кіші дәретке барса, матканың ұлғаюы және кішкене жоғары көтерілу салдарынан кіші дәретке жиі отыруы азаяды. Ал мен сияқты кейбір әйелдерде керісінше 12 аптадан бастап 16-17 аптаға дейін жиі кіші дәретке баруы ұлғаяды. Мысалы, менің ағзам сондай. Әркімнің ағзасы әртүрлі қыздар. Біреу өзінің аяқ ауыр кезіндегі симптомдарын айтса, ол дәл сізде солай болуы мүмкін немесе болуы шарт деген сөз емес. Әркімнің ағзасы әрқалай. 11-12 апталарда аналардың ағзасындағы өзгерістер тек қана ішкі емес, сыртқы көрінісінде байқалады. Ол терісінен, мысалға бет әлпеті, беті, екі жақ беті, маңдайы, сепкіл немесе қара дақтар, қара ала қоңыр дақтардың көбеюі байқалады. Және де угрилар, прыштар, безеулер, яғни безеулер байқалуы мүмкін. Зерттеулер бойынша бұл аяқ ауыр әйелдер кейін босанғаннан кейін кетіп қалуы мүмкін дақтар екен, ал кейбіреулерінде ол дақтар кетпей қалады. Бұл біздің ағзамыздағы гормондардың жаңағыдай алмасуы, кейбір гормондардың көбеюі әсерінен осындай дақтардың пайда болуы қалыпты жағдай. Бұл аптада бірнеше анализдерді тапсыруыңыз керек. Жалпы қан талдамасы, мача дейді, яғни зәр талдамасы, және де генетикалық аурулардың жоқтығы бар немесе жоқтығын анықтауға арналған талдамалар, зерттеулер. Осыған сіздерге направление, яғни ұсыныстар жібереді. Егер де сіздің қан тобыңыз теріс қан тобы болса, онда сізге титр антитела дейді, антидене сараптамасын алады. Яғни сіздің ағзаңызда антитела бар ма, жоқ па, соны анықтау керек. Сонымен қатар сізде плановый УЗИ дейді, яғни жоспарлы түрде сізде ОДЗ аппаратынан өтуіңіз керек. 12 аптада бірінші УЗИ скрининг болу керек. Баланың дұрыс дамуы, қалай дамып жатыр, соны анықтауыңыз керек. Бұл өте қобалжитын уақыт, себебі көп аналарда бұл алғашқы баласымен кездесу, қауышу дейді ғой, экран арқылы уақыты болады. УЗИға барған кезде міндетті түрде тойып барыңыз, сәл тәттіден қосыңыз, себебі баланың қозғалуы жақсы болса, баланы жақсы зерттей алады. Тым қатты қозғалмас үшін көп тәтті жемеңіз. Кішігірім бір шоколадтан немесе сусыннан ішіп барыңыз, және тамаққа тойып барыңыз, себебі баланың асқазаны аш болмау керек. Ми, ішек, асқазан жолдары, сүйегінің дамуы, барлығын, мидың дамуы, жүрек клапандарының дамуы, жалпы баланың даму процесін зерттейтін маңызды күн болып табылады. Бірінші скрининг УЗИда баланың жынысын білеміз ба деген сұрақтар болуы мүмкін. Егер де ұл бала болса, егер де және жақсы УЗИст болса, хромосомалар арқылы есептеп, байқап, айтып бере алады. Жынысын нақты анық көрсететін УЗИ аппараты жақсы болса, онда көрсетіп бере алады. Алайда баланың жынысын көруге, егер бала теріс жатып алса, кейбір балалар болады, теріс қарап жатып алатын, тоңқайып жатып алатын, оның жынысын көре алмайды. Және кейбір УЗИстер шатасуы да мүмкін, қателесуі мүмкін. Баланың ағзасының дамуы бір-біріне ұқсамайды.
кейбір жағдайда кішкене өзгерістер байқалуы мүмкін. Сондықтан да бұл УЗИ-да жынысын білемін деп емес, нақты барлық жері дұрыс дамып жатыр деген оймен барыңыз. Себебі көбінде осы 11-12 апталықтан кейін егер сапасыз эмбрион, яғни сапасыз ұрық болатын болса, 12 аптадан кейін дамымай қалуы мүмкін. Ондай жағдаяттар өте көп. Ми жағы, жүрек жағы, асқазан, ішек жолдары дұрыс дамымай, замерші беременность, баланың саулығы, амандығын тілеп, генетикалық сараптаманың жақсы нәтижемен шығуын тілеп қана барыңыздар. Егер де сізде әлі де іш қату мазаласа, бұл қалыпты жағдай. Клетчаткасы көп көкөністерді тұтынуға кеңес беремін. Сәбіз болуы мүмкін, горох болуы мүмкін, шөп тектес өсімдіктер және жеуге арналған, және де капуста өнімдерін тұтыныңыздар. Бұл срокта көкіректеріңіздің едәуір үлкейгенін байқайсыз. Сүт бездері баланы тамақтандыру үшін 9 ай бойы дайындалады. Яғни сізде қазір дайындық басталып жатыр, одан ерте басталған болуы да мүмкін. Көкірек ұшының ашуы байқалуы мүмкін. Оған арнайы кремдер бар, соны жағып қойсаңыз болады. Қазір сүт өндірісі жалғасуда, былайша айтқанда. Кейбір аналарда, жүкті аналарда қызыл еттің қанауы жиі болады. Бұл да жаңағы гормондардың әсерінен болуы мүмкін. Қалыпты жағдайда тісіңізді уақытылы жуыңыз. Егер тіс щеткаңыз өте қатты болса, онда жұмсағын таңдаңыз. Тәттіден аулақ болуға тырысыңыз. Бұл апталарда майсыз еттерді тұтыныңыз. Сиыр еті, қой еті, қандай ет болсын, қайсысы сізге ұнайды, соның майы азын қолданыңыз. Қырыққабат, асқабақ, қызылша, сәбіз, алма көбірек тұтыну керек. Осы көкөніс жемістердің құрамында сізге қажетті витаминдер, макро, микро элементтер бар. Газдалған сусынға әуес болмаңыз. Әрине, оны аздап ішкіңіз келетін кездер болады. Ішіңіз, алайда әуес болсаңыз, сіздің ағзаңызға қазіргі таңда 11-12 аптада кальций өнімдер өте қажет. Сондықтан да бұл өнімдер, газдалған өнімдер сіздің кальцийіңізді ағызып жібереді. Тістің жаңағыдай жұмсаруы, тістің сынуы, сынғыштығы, сүйектің қатты ауырсынуы осы кальций жетіспеушілігінен болады. Яғни сізде артық кальций болмаса, бала сіздің өзіңіздің қорыңыздағы кальцийді алады. Кальцийдің жақсы құрамдас бөлігін алып, қандай кальций алғыңыз келеді, сондай кальций түрін алыңыз. Және де 11 аптадан бастап кальцийі бар құрт, творог, бұларда өте аз мөлшерде кальций болады. Кунжут мысалға өте көп болады. Және де брокколи сияқты өнімдерді қосқан дұрыс. Қызықты ақпарат, әр адамның өзінің саусақ іздері болады. Байқайсыздар ма? Кинолардан көреміз, саусақ іздерімен жаңағыдай өзінің саусақ іздерін тауып алады, мысалға қылмыскерлердің. Жалпы әр адамның бір-біріне ұқсамайтын саусақ ізі болады. Бұл сол саусақ іздері 11-12 аптада қалыптасады екен. Және ол бір қызығы анасының көңіл күйі, өмір сүру процесіне қарай саусақ іздері қалыптасады екен. Сіздің балаңыз қазір ықылық атып, есінеуді де біледі. Саусақтарын сорып, айналып, секіре де алады. Қозғалыстары өте ширақ, жақсы, тырнақтары да өсіп жатыр жаймен. Баланы ол бірақ тырнамайды уайымда. Сіз оны қатты сезбейсіз қозғалғанын. Қозғалысты алғашқы жүктілігі бар аналар 16, 17, тіпті 20 аптасында ғана сезіп жатады. Оның өзінің жаңағы индивидуалды ағзасына қарай. Егер де сізде бірнеше баланың анасы болсаңыз, онда осы 17, 18, 16 апталарда сезесіз. Дәл қазір ешқандай ана оны сезе алмайды. Себебі пространство дейді ғой, аумақ, іштің аумағы көп, маткада орын көп, бала емін-еркін қозғалады. Және баланың салмағы 14 грамм ғана, 5 сантиметр ғана, ойлаңыз. Осындай лайм немесе кіші лимон секілді көлемінде ғана болады. Шектері жақсылап дамымаған болса да, жаймен өз даму процесінде болып жатыр. Мидың да кейбір нейрон жақтары, кейбір есте сақтау қабілетін дамытатын жерлері нақты
толық дамымаса да ол әлі даму үстінде. Сондықтан бұл апталарда өте мұқият болыңыз. Кальций, тек қана кальций емес, цинк, магний, йод, балық өнімдері, яғни омега 3 дейді ғой, омега 3, D3, D3 витаминін үнемі қолданыңыздар. Ол өте маңызды элемент, қыздар. Және психологиялық жағыңызға, денсаулығыңызға ғана емес, психологиялық күйіңізге өте мән беріңіз. Балаға ол өте қатты әсер етеді. Сіздер тек қана ұл ма, қыз ба, той ұл болса екен, қыз болса екен деп қана шектелмей, ананы жейм, мынаны жейм деп жеріктік жайлы ғана айта бермей, осы бала туралы ақпараттарды іздеп, өзіңіздің жағдайыңыз туралы көбірек ізденіп, және өзіңізге көбірек мән беріңіз. Бұл апталардан бастап әрі қарай кітап оқыңыз, жақсы аудио кітаптар тыңдасаңыз болады, жақсы пайдалы жаңағыдай журналдарды көрсеңіз болады, пабликтерді оқысаңыз болады, жаңағы Инстаграм, ТикТоктардан жаман дүниелерді көрмеуге тырысыңыз. Оның барлығы баланың ми корпусына, есте сақтауына, барлығына, ертеңгі өміріне ол әсер етеді, тағдырына да әсер етуі мүмкін. Сондықтан да байқап өмір сүріңіздер, байқап жүріңіздер. Сіз қай аптадасыз, қандай өзгерістер болуда, және оған қандай амалдар жасап жатырсыз. Және егер де бірнеше рет босанған ана болсаңыз, сіз балаңыздың жынысын қай аптада білдіңіз? Сол жайлы комментарияға жазып кетіңіз. Ол бізге өте қызық. Маған тіркеліңіз, лайк басыңыз және таратыңыз.